Сәлеметсіз бе, автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз міне Polo көліктерін қарап шығамыз. Бұл Ресей көліктері әзірше саудада бар. Бағалары 15 миллион 700, бұл толық деңгейлі Volkswagen Polo статус дейді. Яғни міне дермантин, күшті сапалы дермантин қапталған, былайша басқалар айтады, былғары дейді. Кім біліпті, былғары шығар. Сосын міне тахометр мен спидометрдің орнына осындай әдемі дисплей. Матасы бәрі өте сапалы, немістікі секілді. Енді немістің көлігі ғой. Міне бәрі қолмен. Енді немістің көліктері Қытай мен Корея немесе Қытай мен Корея секілді сізге толық электропакет ұсына алмайды. Себебі бағасы онда Марсқа дейін жетіп кетеді. Қарапайым көлік. Кәдімгі Polo. Жүк тасымалдау бөлімшесі қалай ашылатын білмедім. Былай ашылады. Қараңыздар. Мынау лифтбек. Немене секілді. Jack J4 секілді. Яғни астқы орындықтары жатады. Сонда өте ыңғайлы болады. Арасында да үлкен жүк тасымалдау бөлімшесі сізге өте ыңғайлы болады. Дөңгелегі де қатқа емес, толық дөңгелек. 18-60 R15, яғни толық дөңгелек. Бұл жақсы. Бірақ та дөңгелектің дискісі өзі темір. Қарапайым. Ал мында алюминий. Мынау бұл көліктің бағасы 14 миллион. 14 миллион. Бұл көліктің капотын ашпай қояқ, себебі бірді 6 қозғалтқышы, 110 аттың күші, 6 механикалық қорап дейді. Бірақ та бұл механикалық емес. Бұл кәдімгі автомат. Бірақ та таблоның өзінде кәдімгі қарапайым тахометр мен спидометр. Дисплей өзі радио жай ғана. Ал мынау, міне мысалы, бұл міне механикалық қорап және рөлі былғарысыз, дермантинсіз. Мен неге капоттарын ашып жатырмын? Себебі айырмашылығын көрсетейін дегенмін. Қозғалтқыштары бірдей, 1.6 MPI, яғни бензин тікелей келмейді, сорғышқа барады. Мынау клапандарын көтеру, фазаларын реттеу. Мынау картерлық газдарды сорып алу. Картер газдарын сорады, былай сорғышқа апарады. Мынау фильтр, міне сорғыш. Соған апарады. Мынау катушкалары. Көрдіңіз ғой? Үстінде ТМВ-де көрінбейді. Яғни бұл MPI дейді, дерек болушы еді, онда егерде тікелей цилиндрға апаратын форсункалар болса. Міне форсункадар тұр. Форсункадар әне. Мынау жанармай рампасы дейді. Қарапайым көлік, бірақ та бұл өте жақсы. Айсен қорабы, 6 берілісті кәдімгі гидроавтомат.
немістер сонда бір компьютер қолданбайды. Мысалы міне қарай қойыңыздар. Мында міне бір компьютер, бұл қозғалтқыш компьютері. Міне тағы да бұл компьютер Getriebesteuerung дейді. Яғни неміс тілінен бұл, яғни қорап басқару жүйесі. Қораптың компьютері. Бұл ары қарай ABS жүйесі, бұл тоқтату жүйесінің вакуум көмекшісі. Суыту жүйесі өте күрделі, яғни мына бұл артық сұйық бачогы көріңіз ғой, 160 паскаль қысыммен жұмыс істейді. Бұл негізде маған ұнамайды, маған өзіме Toyota тәрізді жүйелер ұнайды. Ал міне мынау механикалық қораппен бірақ компьютер. Тек қана қозғалтқыштың компьютері, ал қораптың компьютері жоқ, себебі механика кер жоқ. Адам өзі реттейді. Ал не көрсетейін дегенім, өткенде Қытайдардың көліктерін айтып едім ғой. Volkswagen тәрізді деп. Міне, көрін ғой. Volkswagen терезелері алдында тұрған, радиаторды ұстап тұрған негізі пластиктан жасалынады. Көрін ғой. Несі жабан? Себебі жабандығы маған ұнамайтыны, егер де қиын жағдай болып қалып, Құдай сақтасын, соғылып қалса бұл көлік басқа көліктермен дегендей, немесе басқа жерде ыңғайсыз нәрсе болып қалса, бұл мына жердің бәрі ауысады. Мына жердің бәрі ауысады. Бұл өте қымбат. Фаралары өте ыңғайсыз тұрған. Негізде бұл жақсы. Бұл фаралардың жақсысы дегенім, өте тығыз тұрса да сізге шамдарын ауыстырып қажет емес. Себебі бұл LED шамдар. Қарапайым шамдар емес, LED, көріңіз ғой. Шамдар ішінде көрінбейді. Шамдары толығымен LED, яғни шамдарын ауыстырмайсыз, жанып кетсе жанбайды. Артқы шамдары да толығымен LED. Өте әдемі немістің көліктері. Ақырғы бұл сатылым. Калугада зауыт өкінішке орай жабылып қалды. Қазақстанда ашамыз деген көреміз. Бұл бейне сіздерге ұнаса, бейнеге лайк қойыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.